Бұл менің ең алғашқы видеом, сондықтан не обсуждаем. Оянып отырып, мен сіздерге бүгін түсім жайлы айтып берейін ба? Короче говоря, мен бір күні түс көремін, ол түсімде бір алысырақ тұратын көршім кіреді. Түсімде ол өліп қалған болады, туалеттің ішінде. То есть туалеттің ішінде ол өліп жатқан болады. Прям, прикиньте, өліп жатыр. Просто так. И сосын мен түсімді көрем, и бабулям айтам. Бабуля, короче, мен сондай түс көрдім. Не істейм, солай болды дейм. Ол кезде мен где-то 3-ші класс болғам, 2-ші класс па. Сөйтіп, бабушкам мен таяқпен ұрады. Прям былайынан сал ұрады. Сен біреудің өлімін көргенше өзіңе өмір тіле деп. Енді кемпірлердің сөзі ғой ол деген. Сөйтіп мен ұрады, и араға 2 апта салып ана кемпір өліп қалады шынымен. Сөйтіп мамалар барлығы жаназаға барады, и сосын сұрайды ғой, неден өлді, не болды жалпы деп. Мамалар, короче, жаназадан келгеннен кейін шокке болады. Не болды деп сұрайсың ғой енді. Маған қарайды, бір бұрышта отырады, әже екеу, бабуля екеу. И сосын пәленше өліпті дейді. И мен шоккемін. Прикиньте, өлді дейді. Жақсы дейсің, енді баласың, түсінбейсің, сөйтіп мөлдір дейді. Сен жаңағы түсіңді шынымен көрген бе едің дейді. Ал мен деймін, ештеңе ойыма келіп тұрған жоқ. Араға біраз жыл салып, мен қатты ауырып қалам. Мен сол ауырғаннан кейін, мені докторлардан толық болмағаннан кейін мені молдаға алып барады, ескішілік деп. И молда маған өлесің дейді. Сенің қаныңда молдалық бар, сен молдалықты алуың керексің, егер алмасаң, өлесің дейді. Мен оған сенбеймін. Но оның айтқан сөзі өтірік болған деп ойлаймын өзім шыққан. Сөйші қалайыншы. Видео түсіру неткен қиын. Өмірімдегі ең быт-шыт уақыт сол кезде болған. Содан бастап мен күнде адамның өлгені, өліктердің арасында жүру дейтін түстер көрем. Күнде не үшін білмеймін. Прикинь, өткенде түсіме Генрих 2 ма, 8 ба кім? Тарихта сол кірген ғой. Мамам бізді құлдыққа сатып жіберген ғой сол кісіге. Ендігі видеом сол жайлы болады.